Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 33 жалпы білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы Арман Зағипов. Менің бүгінгі жобам тақырыбы туристерге арналған қоқыс жәшігі. Менің жобамның зерттеу өзектілігі. Қазіргі таңда экология мен туризм тығыз байланысқан сала болып табылады. Туристік орындарда қоқыстың көбеюі табиғатты ластау мен экологиялық тепе-теңдікті төмендетеді. Осыған байланысты экологиялық инновацияларды енгізу экотуризм тұрақты дамуының маңызды шарты болып келеді. Және менің жобамның зерттеу мақсаты туристік аймақтардағы экологиялық тазалықты қамтамасыз ету үшін заманауи технологияларға негізделген ақылды қоқыс жәшігі жобасын жасау және оның тиімділігін анықтау. Және де туристік аймақтардағы тазалықты қамтамасыз ететін, энергия үнемдейтін және қоқыс көлемін автоматты түрде анықтайтын жүйені ұсыну. Және де ғылыми жаңалығым экологиялық мәселелерді шешуде заманауи цифрлық технологиялар мен сенсорлық жүйелерді байланыстыру, ұштастыру, және де энергияны үнемдейтін және деректер негізінде жұмыс істейтін экологиялық құрылғы үлгісін жасау. Туристік инфрақұрылымда қолдануға болатын автоматтандырылған экологиялық шешімді ұсыну. Және де туризм мен экология байланысы. Туризм экономикалық пайда әкелгенмен қатар экологиялық жауапкершілікті де талап етеді. Оның қоршаған ортаға екі жақты әсері болып келеді. Оң әсерін айта кететін болсам, алғашқысы табиғи нысандарды қорғауға назар аудартады. Яғни туристерге ескертулер жасайды, таза ұстау керектігін және қоқысты тастамау секілді. Және экологиялық мәдениетті қалыптастырады және экотуризм арқылы қорғауға қаржы көздерін ұлғайтады. Және теріс әсеріне келетін болсам, қалдықтардың көбеюі жер мен судың ластануына әкеліп соқтырады. Және табиғи өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің азаюына әкеліп соқтырады. Және де көлік қозғалысынан шығатын көмірқышқыл газының артуы. Және де экотуризм қағидалары. Тұрақты туризм табиғи, мәдени және әлеуметтік ресурстарды сақтай отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған. Алғашқысы табиғатты сақтау және тұрақты даму, қалдықтарды азайту және экологиялық білім. Және туристерге арналған қоқыс жәшігінің құрылымы. Яғни Smart Pen жобасы ақылды қала Smart City тұжырымдамасымен тығыз байланысты. Ол автоматты түрде қоқыс деңгейін анықтап, энергияны үнемдейді және ескерту береді. Және де бұл бастысы датчиктер, сенсорлар, яғни ультрадыбыстық сенсорлар қоқыс деңгейін анықтап, туған кезде автоматты хабарлама береді. Және ең бастысы күн панелі. Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жәшік күн энергиясы арқылы қуат алады. Күн энергиясы арқылы қуат алып, осы датчиктер жұмыс жасайтын болады. Және микроконтроллер, Arduino, Raspberry Pi және сенсорлар келетін мәліметтерді өңдеп, жәшіктің жұмысын басқарады. Және де жобаның тиімділігі экологиялық және экономикалық артықшылықтар. Алғашқысы экологиялық тиімділік. Қоқыстың шамадан тыс жиналуы қаупін азайтады және де табиғатта таралуын алдын алады. Яғни қазіргі таңдағы қоқыс жәшіктерінің шамадан тыс қоқыс көбейген кезде табиғатқа таралуын алдын алып тұрады. Және күн панелі арқылы энергияны үнемдейді. Және экономикалық тиімділік. Қоқыс тек толған кезде ғана ескерту жіберу арқылы отын, көлік шығынын және де қызметкерлердің жұмысын оңайлатады. Және де әлеуметтік тиімділік. Экологиялық білім мен мәдениетті қалыптастыратын жастардың инновациялық ойлау қабілетін дамытады. Және де мен қорытындылай келетін болсам, ақылды қоқыс жәшігі туризм мен экологияны ұштастыратын заманауи технологияларға негізделген тиімді жоба болып келеді. Ол қоршаған ортаны қорғауға, энергияны үнемдеуге және халық мәдениетін арттыруға бағытталған. Және жобаның болашағы зор, себебі ол экологиялық туризм тұрақты дамуына үлес қосады және қалдықтарды басқару жүйесін цифрландыруға мүмкіндік береді және оқу орындарында экологиялық инновацияларды насихаттайды, яғни дамытады. Және де еліміздің жасыл экономика бағытына жақындататын нақты тәжірибелік үлгі бола алады. Және де менің ұсынысым ақылды қоқыс жәшігі жобасының тиімді жүзеге асыру және кеңінен қолдану үшін келесі ұсыныстары. Алғашқысы туристік аймақтарда, демалыс орындарда және парктерде, яғни көпшілік ортада осы қоқыс жәшігін көп қою
және де орнату қажет. Және де бұл қадам табиғатты ластанудан қорғаудан басқа туристерді экологиялық жауапкершіліктерін арттыруға мүмкіндік береді. Және екіншісі, жергілікті әкімдер мен экологиялық ұйымдар тарапынан осындай құрылғыларды енгізуге, қаржылай көмектесуге ұйымдастырушылық қолдау көрсетілуі тиіс. Және үшіншісі, мектептер мен колледждерде экологиялық технологиялар туралы білім беру жұмыстарын жандандыру, яғни дамыту, сол туралы ақпаратты арттыру қажет. Және де оқушылар мен студенттер арасында таза орта, жауапты адам қағидасын насихаттау маңызды.